Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Вирсус. Бүгін бізде осындай керемет дегенде қалай бұл енді демонический призыстарды ашатын боламыз достар. Сол үшін арнаға тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. И бізге мінекей просто стардроп берген екен. Енді одан ештеңе түскен жоқ. Енді бұлардың бәрін ашамыз достар. Өз аккаунттан жинап қойған болатынмын. Енді бұл жерде енді бірінші орынмен шығып кеттік. И бізге қателеспесем 12 ма или даже 14. В общем, сонша стардроп береді. И біз осының бәрін ашамыз. Әзірше ештеңе түскен жоқ. Әзірге бағалы ештеңе түскен жоқ. Үтсет деген ойнам, бірақ енді что-то болмай жатыр. Енді білмеймін, бұның өзінің тактикасы бар ма? Егер осындай бір тактика болса, айтып кетсеңіздер комментарияның астында. Ондай болса мен ортасынан шетінен әйтеуір баса берейін, или тез басу керек пе, жай басу керек пе, или определенный бір тайминг па, сондай болса комментария жазып кетіңіздер. Мінекей біз аша берейік. Что-то қолым тимей жатыр, кешірім сұраймын. Мінекей, бұл жерде ештеңе түскен жоқ. Енді түсу үшін енді жай ашылу керек. Что-то бізде енді бірақ тезден ашып жатырмын. Мінекей, ештеңе де түспейтін секілді, по идее. Мінекей түспеді. И бізде үшінші ячейка ашылды. Бұған енді қандай қойсақ болады, енді бұлардың қайсы жақсы. Қазір қарап жіберейін. Что-то анам бір көз жанбай қалды. Жалпы бұны не үшін берді? Опа, міне осы жақсы. Мінекей атқан оғының астында типа урон алатын зат шығады проктікінде. И бізде міне осынша әскенің біреуі ғана түскен. Әлі жетеуі бар. Жалпы бұл білмеймін енді ангелскийдан қарағанда бұл нашарлау ма, что-то. Өйткені ангелскийда маған қаншама әскен түскен болатын, ал бұлда ештеңе түскен жоқ әзірше. Еще ангелскийда 3 күн ойнайсың, и көп ередім бе, солай ед, қателеспесем. Бұл жерде де енді жинаған бітуге шақ қалыпты, азғантай күндер қалыпты бітуіне. Жетіспейтін секілін бір алпас жинап. Онда болса келесі аккаунтқа кеттік. И достар, біз келесі аккаунтқа келдік. Бұл Пакоштың аккаунты. И біз 6 орында 10 стардроп ашады екенбіз. То есть демонический дроп. Мінекей ашайық енді. Бұл жерде 100 монета түсті тек. И келесінде енді тағы да 100 монета. Жалпы монета жағынан көп береді екен шынымен де. Мінекей тек монета түсіп жатыр енді. Енді пайдалы монета, пайдалы базар жоқ, пайдалы. Енді пайдасыз ештеңе түспейді бұл жерде. Енді көреміз, бір қапталдан басайық, бұлай басайық. Жалпы басқа қандай ойындар бар айтып кетсеңіздер комментарияда, мысалы сіздер бір ойынды жазып кетіңіздер. Мен мүмкіндік болса сол ойынды ойнап көрейін достар. Бір алсаса енді мысалы көп нәрсе түсіруге болады, білем, бірақ енді менде идея бітті десем де болады. Жалпы мысалы открытиялар түсіруге болады, бірақ енді маған көп зат открытие аша алмаймын, өйткені күніге бесплатно ештеңе бермейді. Анда-санда енді бір алып пасты ашуға болады. Жалпы мен бірақ енді көп ойнамайтын болғандықтан жинап та жетіспеймін жалпы. Бұл жерде что-то жақсы скиндер бар екен, бірақ Бекоштың аккаунтында онда ештеңе жоқ екен. Мінекей бір геммен 2700 блинге ғана бар екен. Онда болса өз аккаунтыма кеттім. Достар, мінекей өз аккаунтыма келдім. Бұл жерде де 9 даже Бекоштікінен жазғы. Енді аша берейік. Бізде бірінші стардроп не түсет, ештеңе түспейтіне уверенімін. Спрей түсті, нормально. Онда болса тағы аша берейік. Мықты заттар түсіп жатыр енді. Тек скен түсіп кетпесе болғаны. 5000 блинге достар. Қайықта 5500 блинге деген. Енді жалпы өзімен енді ештеңе түспейтінде секілді. Бұл событиядан кішкене ештеңе алмайтын секілдің. Басында білмеймін енді. Что-то таймингпен әйтеуір түсіріп алған болатын. 2-3 скен түсірген болатынмын. Жалпы бұл аккаунтта ештеңе де түскен жоқ. Пойдет енді жақсы. Енді жалпы енді видеоларды көп түсіруге тырысамын. Кейде болмай қалады енді. Ештеңе де түскен жоқ, базар жоқ. Енді болса осыларды алып тастай берейік. Жақсы, енді магазинде не шыққан қызықты. Мінекей скин шығыпты, бірақ донатный мына скиндардың бәрін алғым келеді, бірақ
скем жетпейді, конечно, и бізде в общем, звездочка Шеллимен шынымен дракон бар екен. Ол дракон эпический скин, осыны алып қалатын шығармын достар бүгін. Өйткені алдында скидкадан шыққан кезде неше 39 гемге шыққан, бірақ оны ала алмай қалдым. Жалпы 150 гем скин екен. Иә. Ну, в общем, сол скинді алатжам, өйткені менде Эль Примоға скин жоқ, қателеспесем. Только бір қателеспесем вампир ма, сондай бір скин болу керек еді. Яғни енді бізде осындай Эль Дракон Вердзоро дейді. Вердзоро ма? В общем, сондай скин екен. И ондай болса қазір қарап көріп жіберейік. Мінекей Эль Примоның өзі түрге, мінекей осы скин. И бізде мінекей айтқандай вампир Рино. И бізде Эль Брон дейтін осындай зат скин бар екен ғой, айтпақшы. Ё-майо. В общем, осыны таға берейік. Я бұл жерде шеллеген, мынау не тұр, шериф шеллейді. Лучше мынау, либо мінекей псыжыңға қоя салайын, псыжың легенда, как-никак. Я осылай, в общем, и бізде тағы не бар екен қызықты. Бұл жерде бір сарды бар екен. Аша салайық оны. Ішінен енді редкейден басқа не түседі деп ойлайсыздар. Ештеңе түспейді. Осымен ондай болса видео аяқталды достар. Сіздермен болған мен Вирсус. Арнаға тіркеліп подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Алдағы уақытта қызықты видеолар шығатын болады. Достар. Енді осымен бітті достар. Айтпақшы достар, бұна скинді, то есть персонажды алайын ба, или алмай чакты аша берейін ба? Комментарияға жаз кетіңіздер, осы персонажбен видео түсір десеңіздер, түсіретін болам достар. Ондай болса сіздермен болған мен Вирсус. Сау болыңыздар достар.